Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше морозильникте сақтауға болатын салаттың бір түрін жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Асқан кезде морозильниктен алып жей берсеңіздер болады. Ең алдымен капустамызды жіңішке етіп турап аламыз. Капустаны мен жарты бөлігін қолдандым. Егер сіздер отбасыңызда көп адам болатын болса, өздеріңіз көз мөлшерімен азық-түлікті қоса берсеңіздер болады. Енді сәбізімізді майда теркадан өткіземіз. Оның үстіне біз піспеген қызылшаны өткізетін боламыз. Піспеген қызылша өзінің дәруменін, витаминін сақтайтын болады. Осының теркамыздан өткізіп болған соң үстіне чесногымызды майдалап турап қосамыз. Егер сіздердің балдарыңыз чеснок ұнатпайтын болса, қоспауға да болады. Енді аскөктен менде петрушка, немесе сіздер укроп та қоссаңыздар да болады, кинза қоссаңыздар да болады. Осылай майдалап турап аламыз. Мысалы мен кинзаның ең соңғы жағын тастамаймын, оны сорпаға қолданып жүрсеңіздер болады. Сонда дәмі шығатын болады. Ендігі кезекте барлығын бірге қосып, үстіне бір шай қасықтан тұзымызды, қантымызды, сосын кристалликиді салып шығамыз. Барлығы бір қасықтан. Сосын ащы бұрыш пен қара бұрышты өздеріңіз қалауыңызша қосасыздар. Мен жарты шай қасық қостым. Енді уксус 2 шай қасық қостым. Енді қатты қызып тұрған 100 мг сұйық майымызды құямыз. Абайлаңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Осылай құйып болған соң қолыңызбен немесе вилканың көмегімен араластырамыз. Негізі қолмен осылай мыжып араластырған жақсы, сол кезінде өзінің суығы бөлініп әдемі болып шығады. 1 сағатқа немесе жарты сағатқа араластырып қойыңыздар салаттарыңыз. Сол кезінде бір-біріне дәмі үйлесіп, әдемі керемет болып шығады. Салафанға салып, морозильникке сақ қойсаңыздар 2 аптаға дейін тұра береді. Керек кезіңізде алдын ала шығарып қойып, қолдана берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай, қол жетімді азық-түліктерден тұрады. Егер менің видео рецепттерім осы рецепт сіздерге ұнап жатса, достарыңызбен, әпкелеріңізбен, сіңілдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Негізі бұл ақылы мастер-класстағы салаттардың бір түрі.